Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып қазақ тілі пәні 18-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы біздің жобамыз. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Ауызша сөйлеу кезіндегі қимыл мен ым-ишара тақырыбы. Ауызша сөйлеу кезінде сөйлеуші айтар ойын, сезімін, көзқарасын, дауыс ырғағы, дауыс күшімен бірге қимыл мен ым-ишара арқылы да жеткізе алады. Қас, ауыз, көздің көңіл күйге сәйкес өзгерісін бет бейнеден анық байқай аласың. Оған төмендегі тапсырмаларды орындау барысында көз жеткізесің. Ал бірінші тапсырмаға қараймыз. Балалардың бет бейнесінде қандай өзгеріс болғанын тауып көр. Сиқыршы бос шабаданға мысықты салып, қақпағын жапты. Біраздан кейін ашып еді, ішінен күшік шықты. Балалардың іс-әрекеті бұл жерде балалар таң қалды, Ал бет бейнесіндегі өзгерістер олардың аузы ашылып, көздері бақырайып, қасы көтерілуі мүмкін екен, Бұл қас, көз барлығы өзгеріске ұшырайды екен, яғни адам таң қалған кезде. Келесі, бүгін Айгүлдің туған күні, ол жап-жаңа көйлегін киіп далаға шықты. Есік алдында 2-3 бала доп ойнап жүр екен. Доп абайсызда Айгүлдің үстіне келіп тиді. Аппақ көйлегі сатпақ-сатпақ боп шыға келді. Ал енді бұл жерде Айгүл ренжіп жылады. Ал енді оның бет бейнесінде болған өзгеріс, оның көзінен жас ақты. Қабағы түсіп, аузы бұртиып, осындай бет бейнесінде сондай өзгерістер болды. Келесі, 2-ші тапсырмаға қараймыз. Сен де өз нұсқаңды ойластырып, қуанған немесе ренжіген баланың жағдаятын құрастырып көр. Жұмысыңның нәтижесін сыныптастарыңның алдында қорға және бағала дейді. Балалар, біз де осындай жағдаят құрастырып, ойластырып көрейік. Бүгін Саматтың туған күні. Атасы Саматқа үлкен машина сыйлады. Самат қатты қуанды. Бұл жердегі біз баланың қатты қуанғандығына байланысты жағдаят құрастырдық. Келесі, көлік Жарастың сүйікті ойыншығы. Арман байқамай Жарастың көлігін сындырып алды. Жарас ренжіп, көңіл күйі түсіп кетті. Бұл жерде ренжіген баланың жағдаяты екен. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.